Сәлеметсіздер ме, құрметті серіктестер. Бүгінгі видеода біздің компаниямыз Бальзамы Короткова компаниясының маркетинг планын қазақ тілінде айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Компаниямыздың маркетингі оңай, табыс табу жолы оңай. Қазір барлығын айтып толық түсіндіретін боламын. Ең бірінші компанияға келген кезде сізде алдыңызда таңдау тұрады. Мен клиент болып тіркелем бе, әлде партнер болып тіркелем бе деген. Егер жұмыс жасап ақша табам десеңіз, онда әрине партнер болып тіркелесіз. Партнердің клиенттен айырмашылығы, партнер астына адам жазып ақша таба алады. Клиент немесе партнерлар жаза алады. Клиентте ондай мүмкіндік жоқ. Клиент тек қана бальзамдарды өзінің емі үшін сатып алады. 5%-дан бастап 20%-ға дейін ұлғайып өсетін скидкасы болады клиентте. Ал партнерлар компанияға тіркелген бойда 1-ден 22% скидкаға ілігеді. Партнердің бағасы, бір бальзамның бағасы 3300 теңге болса, клиенттің бағасы 5%-дық скидкамен 3990 теңгеден басталады. Бальзамдардың жеке сату бағасы 4200 теңге. Бұл договорда компаниямыздың келісім шартында барлығында көрсетілген. 3300 теңгеден бальзамдарды тіркелмеген партнерларға сатуға қатаң тыйым салынады. Әрі қарай партнер болып тіркелдік дейік. Сіз партнер болып тіркелдіңіз компаниямызға. Сіздің жеке кабинетіңіз болады сайтта. Сол жеке кабинетіңізге өзіңіздің логин, пароль арқылы кіріп, жеке кабинеттегі оқытуды өтуге тиіссіз. Академия успеха деген обучениенің бөлімі бар. Сол бөлімді бастап оқу керек болады. Сосын бізде командамыздың басқа да чаттары бар. Партнер болып тіркелгеннен кейін сізді сол чаттарға қосамыз. Тегін ол жерде тегін оқыту жүргізіледі біздің наставнигімізден. Енді тағы да бір айта кететін жайт, партнер мен клиенттен тағы бір айырмашылығы, партнер тіркелу бізде тегін, бірақ ең бірінші партнердің ең бірінші шарты ол 5 бальзам бірден бірінші покупкасында 5 бальзам алу. Бұл яғни 3300 теңгеден 16500-ге қалаған өзіңіздің 5 бальзамыңызды ала аласыз осы ақшаға. Клиент бір немесе 2, немесе 5, немесе 10 қалауынша қанша бальзам алғысы келеді, сонша бальзам ала алады. Бұл ұлғайтылатын скидка бұлай есептеледі. Біріншіден 10-шы бальзамға дейін 5% болады скидкасы, 11-шы бальзамнан 30-шы бальзамға дейін 10% болып өседі, сөйтіп ары қарай кете береді. Енді партнер қалай табыс таба алады? Компаниямызға бірінші күннен бастап, жазылған сәттен бастап, сіз табыс таба аласыз. Өзіңіз активация жасап, бірінші сатылымыңызды 5 бальзамға жасайсыз, яғни активация өтесіз. Компаниямыздың толыққанды партнері болып есептелесіз. Енді осы күннен бастап астыңызға тағы да өзіңіз сияқты партнерлар немесе клиенттер тіркеуге болады. Мұндағы табыс табу көзі бұлай есептеледі. Сіз тек қана бірінші линияға, бұл сіздің бірінші линияңыз, яғни өз астыңызға, тек қана өзіңіздің астыңызға партнерларды тіркей аласыз. Басқа компанияларда сияқты бүйтіп мысалы мына жақ ветканы бұлай астына дейін кетіре беру, мынаның астына тіркеу, оның астына тағы да тіркеу деген бізде жоқ. Барлық партнерларды тек қана өзіңіздің астыңызға тіркейсіз, өзіңіздің адамдарыңызды. Енді бұл бірінші линияға тіркелген адамдардан сіз 495 теңге әр бальзамнан табыс табасыз. Бұл партнерлар үшін. Мысалы, сіз партнер болдыңыз, астыңызға партнер қылып өзіңіздің сіңліңізді жаздық дейік. Сіңліңіз 5 бальзам сатып алды, 5 бальзамның әрқайсысынан сізге компания 495 теңгеден өзіңізге сыйақы, вознаграждение дейді ғой, зарплата, сіздің счетыңызға аударады жеке кабинетіңізге. Енді мұнда клиенттер тіркеу туралы айтып кетсек, делік сіз екінші адам клиент тіркедіңіз, ол кісі мысалы 2 бальзам ғана, маған ешқандай оқуым керек емес, мен жұмыс жасамайын, тек қана тіркелемді, маған емделу керек болады, болды, басқа ештеңе керек емес деп айтты дейік. Сіз оны клиент қылдырып тіркеп, ол клиент 2 бальзам алды дейік. Осы клиенттің алған бальзамынан сіз бірінші линиядан 1185 теңге бірден табыс табасыз. Яғни 2 бальзам үшін 2400-ге жуық сыйақы компания сізге аударады. Сіздің жеке кабинетіңізде барлығы болады. Енді бұл сіңліңіз сіздің тағы да бір өзінің көршісін партнер қылдырып жазды дейік. Бұл уже сіздің екінші линияңыз болып есептеледі. Екінші линиядан бізге 330 теңге
әр бальзамнан сіздің атыңызға жүреді. Осы кісіден сіздің атыңызға 330 теңгеден компания сізге табыс сыйақыны жеке кабинетіңізге жібереді. Енді бұл жақта екінші линияда сізде тағы да мысалы клиентіңіз болып жатса, мына кісі тағы да бір клиент тіркеді дейік. Осы клиенттен сіз тек қана 330 теңге табыс көзін көресіз. Өйткені ол сізде екінші линияда болып есептеледі. Енді компанияда тіркелген бойда сіз партнер болып есептелесіз. Партнер тек қана бірінші линиядан табыс таба алады. Партнер бола тұра сіз екінші линиядан табыс таба алмайсыз. Енді екінші линиядағы адамдардан сізге табыс жүру үшін сіз консультант баспалдақтың ең бірінші жаңағы біздің карьерный лестницадағы ең бірінші баспалдақ, бұл консультант баспалдағы. Консультант 30 бальзам жасауы шарт. Енді екінші, үшінші линиядан тағы да табыс табам десеңіз, сізге консультантты ашу керек. Енді қараңыз, сіз мысалы 5 бальзам алдыңыз, астыңыздағы адамдар тағы да бальзамдар алып жатыр, мына жақта бір партнеріңіз, мына жақта бір партнеріңіз, мұнда клиент бар дейік, осы барлығы қосылып, сіз және сіздің астыңызда тіркелген адамдар барлығы қосылып, 30 бальзам жасасаңыз, автоматты түрде сайтта сіз консультант болып шыға келесіз. Мына жерде консультант боласыз. Консультантқа екінші, үшінші линия ашылады, яғни осы 3 линиядан табыс табу көзі ашылады. Үшінші линиядан сізге 165 теңге сыйақы, компаниямыздың атынан сыйақы жүреді. 165 теңге. Үшінші линиядан. Енді келесі командаңыз өсіп жатыр дейіп айтайық, үшінші линиядағы партнерларыңыз тағы да адам жазып жатыр астына. Бұл сізге уже 4-ші линия болып есептеледі. 4-ші, 5-ші линиядан сізге 165 теңгеден компания сыйақы төлейді. 3-ші, 4-ші, 5-ші линиядан бірдей сыйақы компания төлейді 165 теңгеден. Енді 4-ші, 5-ші линияны ашу үшін сізге бұл жерде старший консультантты ашу керек болады. Старший консультант. Жұмыс істейм деген талпыныс жасап, әрекеттер жасасаңыз, бұл сізде оңай ғана барлығы өз жолымен бола береді. Старший консультанттың шарты бұл 150 бальзам, яғни 150 бал жасау. Бір бальзам 1 балға тең. Енді бұл жерде боковой объем деген термин шығады. Боковой объем дегеніміз не? Боковой объем мынау толық объемнан әрқашанда тең жартысы болып есептеледі. Боковой объем дегеніміз не? Мысалы, мынау сіздің сіңліңіздің веткасы өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Адамдар жазылып жатыр, ветка өсіп жатыр, адамдар бірінен соң бірі кетіп жатыр. Бұл сізде ең мықты ветка болып есептеледі. Объем сильной ветки деп аталады. Мықты ветка болып есептеледі. И боковой объемды санау үшін сіздің мына общий объемнан, бүкіл структураңыздың, мысалы, сіңліңіз бар, мына жақта клиенттеріңіз бар, көршіңіз бар, тағы да басқа партнерларыңыз бар, барлығы жұмыс істеп жатыр. Осы структурадағы ең сильный ветка осы сіздің сіңліңіздің веткасы деп есептейік. Енді боковой объемды есептеу үшін общий жаңағы структураның общий объем балдарынан сіздің сильный веткаңыз, жаңағы мықты веткаңыздың балдары азайтылады. Мысалы, сізде мына жерде 150 балл деп есептейік, барлық структураңыздың балдары. Бұл веткаңыз ең мықты ветка 75 балл жасап тұр. 150-ден 75 азайтқанда 75 қалады. Яғни бұл шарт орындалып тұр. Егер осы шарт орындалса, сіз старший консультантты автоматты түрде ашасыз, және де 4-ші, 5-ші линиядан табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Енді келесі менеджер санаты. Менеджер санатын ашу үшін сізге 300 балл жасау керек, және 150 боковой объем болу керек, 150 балл. Менеджер бұл жерден бастап лидерский квалификациялар кетеді, лидерлік санаттар кетеді. Менеджер деген лидерлік санаттың біріншісі болып есептеледі. Менеджерді ашып, 3 ай бойы осы товар оборотты үзбей жасасаңыз, компаниямыздың атынан осы менеджер санаты жабылып, сіздің астыңызға бекітіліп, 3 ай өткеннен кейін сізге Сулпактан 60 мың теңгеге карточка сыйлыққа беріледі компаниямыздың атынан. Енді
сыйақы жайлы айтуға ұмытып кетіппін. Сыйақыны қалай есептеледі? Жаңағы бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші линиядан тапқан табыстарыңыздан есептелінеді. Консультанттың шамамен алғандағы табысы 15-20 мың теңге. Бұл жай шамамен ең аз дегендегі жалақыны айтып жатырмын сіздерге. Старший консультанттың жалақысы 20 мың, 30 мыңнан басталып 45, 50, 60 мыңға дейін барып қалады. Менеджердің жалақысы 50-60 мыңнан 100, 120, 130, 150 мыңға дейін жасауға болады. Бұл әрине өзіңізге байланысты, адам жазуыңызға байланысты, және де клиент. Егер клиенттеріңіз көп болса, клиенттен әр бальзамнан бізге 1185 теңге сыйақы жүреді. Клиенттеріңіз көп болса, сәйкесінше алатын сыйақыңыз да көбірек болады. Енді сыйақыдан басқа, ай сайын алатын сыйақыңыздан басқа, жаңағы менеджерді жапқаныңыз үшін компаниямыздың атынан 60 мың теңге карточка сулпакқа беріледі. Сулпакқа барып, қалаған тұрмыстық техниканы өзіңіздің үйіңізге қолдануға алуға болады. Енді менеджер санатынан кейін келесі санат, бұл старший менеджер, яғни старший менеджердің балдары бұл 1000 және де боковой 500 балл. Осы шарт орындалып жатса, сіз старший менеджерді ашасыз. Осы старший менеджер санатын 3 ай бойы ұстап, квалификацияңыз жабылған соң, 3 айдан кейін сізге компания 100 мың теңге карточка, сулпакқа карточка береді, сыйлайды. 100 мыңға тағы да сулпакқа барып, өзіңіздің қалаған тұрмыстық техникаңызды алуға болады. Енді старший менеджер болғаннан кейін, мысалы сіз старший менеджер болдыңыз дейік, бір веткаңыз сіздің, бір жақ мықты веткаңыз, мысалы старший консультант болды дейік. Осы старший менеджер болып, сіз менеджердан, яғни мұнда бір веткаңыз тағы да менеджер болды дейік. Старший консультант болып, сіз менеджердан және де старший консультанттардан лидерский бонус аласыз. Лидерский бонус пайызбен есептеледі. Общий бір ветканың объемы, жаңағы балдары 1% немесе 2%-ға көбейтіліп, сол осы ветканың 1 немесе 2%-ын сіз лидерский бонус ретінде ала аласыз. Енді келесі санат бұл директор санаты. Старший менеджердің жалақысын айтуға ұмытып кетіппін. Зарплатасы, алатын сыйақыңыз, яғни 180-190 мыңнан басталып, 300-500 мыңға дейін барады. 500 мың теңгеге дейін барады. Енді старший менеджер санатынан кейін келесі санат директор санаты. Ол директордың товарооборот 3000 балл, және боковой 1,5 балл. Директордың жалақысы 600-700 мыңнан басталып, миллионға дейін жетеді. 600-700 мыңнан басталып, 1 миллион теңгеге дейін жетеді. Осы директор санатын 3 ай бойы товарооборот ұстап, жапқан соң, 3 айдан кейін компания сізге 250 мың теңге сулпакқа карточка береді. Зарплатадан бөлек сыйға карточка аласыз. Енді директордан кейінгі келесі санат бұл рубин директор. Рубиновый директор деп аталады. Рубиновый директордың товарооборот 5000 балл, және де боковой 2,5 балл. Рубиновый директордың жалақысы 1 миллион, 1,5 миллионнан 2,5 миллионға дейін барады. 2,5 миллион теңгеге дейін барады. Енді 3 ай бойы рубиновый директорды жауып, сізге компаниямыздың атынан 500 мың теңге саяхатқа сертификат беріледі. Кез келген жерге өзіңіз саяхатқа бара аласыз сол сертификатпен. Келесі, рубин директорынан кейін келесі санат бізде сапфир директоры. Сапфир директордың товарообороты 10 мың балл, және де боковой 5000 балл. Осы балды 3 ай бойы ұстап, сапфир директорын жабатын болсаңыз, компаниямыздың атынан 1 миллион теңге сертификатты саяхатқа ала аласыз сыйға. Сапфир директорының жалақысы 2,5 миллион теңгеден бастап 4-5 миллионға дейін жетеді. Енді келесі сапфир директорынан кейінгі санат бізде изумруд директоры. Изумруд директорының товарооборот 15 мың балл, және де боковой объем 7500 балл болып есептеледі. Бұл кезде изумруд директорын ашқан соң, оны 6 ай бойы
6 ай бойы растау керек, яғни 6 ай бойы осы товар оборотты ұстап растағаннан соң бұл квалификация жабылып, астыңызға бекітіліп, 6 айдан кейін сізге компаниямыздың атынан автобонус беріледі. Автобонустың құны 4 миллион теңге. 4 миллион теңге. Өзіңізге қосып, 4 миллион теңгені жаңағы машина сататын автосалондардан өзіңізге кез келген автокөлікті алуға болады. Бізде қазіргі таңда 4 изумруд директоры бар, яғни 4 машина компаниямыздан партнерлерімізге берілді. Изумруд директорынан кейінгі ең соңғы санат бұл бриллиант директоры. Бриллиант директорының товар обороты 30 000 балл, боковой 15 000 балл. 5 000 балл. Енді бриллиант директорын изумруд директор сияқты 6 ай растау керек. 6 ай растаған соң сізге компаниямыздың атынан үй бонусы беріледі. Жилищный бонус дейді, үй бонусы беріледі. Үй бонусы бізде 6 миллион теңге. Осы ақшаны қосып, өзіңізге кез келген қалада, кез келген жерде өзіңізге пәтер алуыңызға болады. Және де тағы да бір бриллиантовый директордың бір бонусы. Бриллиантты бірінші ай ашқан бойда сіз әлемдік товар обороттың 1% бонус ретінде сізге компаниямыз бонус ретінде сізге береді. Қазіргі таңда біздің офистарымыз Қырғызстанда, Ресейде және Қазақстанда бар. Представительстволар ашылған Ресей мен Қырғызстанда. Енді осы толық бүкіл әлемнің товар обороты бойынша 1% сіз бонус ретінде аласыз. Қазіргі таңда біздің компаниямызда тек қана бір бриллиантовый директор бар, бұл Раушан Төлегеновна Ибраева, Көкшетау қаласының тұрғыны. Қазір бізде бриллиант санатында бірақ адам. Сондықтан біздің компаниямыздың мүмкіндіктері өте көп. Компаниямыз әлі жас. Осы 2021 жылы біз компаниямыздың 4 жылдығын ғана тойлап болдық. Міне компаниямызға 4 жыл сетевой болғанына. Сондықтан компаниямыздың мүмкіндіктері өте көп. Мен өзім 1 жылдың ішінде старший менеджер деген санатқа дейін жеттім. Старший менеджер. Қазіргі таңда алатын сыйақым айына 300 000 теңге шамамен. Осы компанияға баламның денсаулығы жайында келген болатымын. 2 аптаның ішінде тамаша результаттар алғаннан кейін неге осы компанияда жұмыс жасап көрмеуге деген ой келіп, осылай бастап кеткен болатымын. Өзім негізі сетевик адам емеспін. Сетевойда жұмыс жасап көргенім жоқ. Бұл менің ең бірінші сетевой компаниям. Сондықтан компаниямыздың мүмкіндіктері көп. Сізді осы біздің компаниямызбен табыс табуға мен шақырамын. Командама қош келдіңіздер. Оқыту барлығы тегін. Наставнигіміз Александр Крушев мырза топ 5 осы компаниямыздың лидерлар қатарына жатады. Сондықтан обучениямыз өте керемет, командамыз өте қарқынды дамып келе жатыр. Сіздерді де осы біздің командамызға жұмыс жасауға шақырамыз. Жолымыз ашық, есігіміз ашық, мархабат. Төмендегі номерлерге хабарласып, маған WhatsApp-қа жазуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Командама партнерларды күтемін. Сау, саламатта болыңыздар.